Саған үйге қайтуға әлі қанша ай бар? Әлі 7 айдай бар. 7 айдай бар. Дедовщина болған жоқ па? Жоқ, дедовщина вообще болған жоқ. Точно? Иә, болған жоқ. Жеке қажеттіліктерден не беріледі осы жақта? 10 минутта уже шығу керек болды, төсек бәрін жинап. Көп жігіттер әскерге келуге қорқады, себебі ол жақта ұрады дейді. Тұрмын сізге не намекат етіп жатырмыз ба? Үйімдегілер де қорыққан еді, мен әскерге жіберуге, бірақ Әскерде қасық жетпейді деп. Сондай әңгімені естігенмін. Күнде жуық табиғаттан басқа. Сосын бешбармақ бар бізде. Әр сарбаздың өзінің нелері болады, закрепленный мочалка. Шағымдануға да болмайды, анаумен жүрген кезде. Ойбаймыз. Қимастық сезім болады, бәрі басына үй сағым жүресің. Иә, болды. Сәлем айтамын. Бәрі нормально ма сізде? Күшті. Анама сәлем. Сәшқылағыздар келіп құдай қаласа, бірайға. Түркістанға сәлем. Ордабасы ауылына. бұйыртса 24 күннен кейін барам, және қызыма да сәлем айтқым келеді. Тоғжан. Жаным. Қайырлы күн көрермен, сіздермен бірге мен Гүлнара Мәлік. Бүгін Бауыржан Момышұлы атындағы 5571 әскери бөліміне арнайы келіп жатырмыз. Мұндағы келудегі мақсатымыз сарбаздардың әскери борышын қалай өтеп жатқандығын өз көзімізбен көру. Бүгінгі бір күндік тыныс тіршілігін өздеріңізбен бөлісетін боламыз. Егер сіздің туысқаныңыз немесе балаңыз дәл осы әскери бөлімде қызмет етіп жатқан болса, онда оны көруіңізге, қалай әскери борышын өтеп жатқанын білуге мүмкіндігіңіз бар. Бүгін әскери тәртіп пен әскери өмірді көрсететін боламыз. Ендеше кеттік. Қазақ болып туылмағандай нетер, қалай барса байрақтарды көтерер, жетідердей қазынарынан айырылып, жетіғанды жақтай алмай кетер. Бүгін 5571 әскери бөліміне қонаққа келіп жатырмыз. Негізінен жалпы сіздің бөлімде қанша сарбаз әскери борышын өтеп жатыр? Қазіргі таңда 1000-нан астам сарбаз әскери борышын атқарып жатыр. Қазақстанымыздың түпкір жерінен келген. Бір айдың ішінде мерзімін атқарып үйге қайтатын жат сарбаз, сол 1000-нан үстіндегі сарбаздың 600-дей сарбазы үйіне қайтады. Айтыңызшы, мысалға, сарбаздар сізге келіп шағымданса бола ма? Ішкі проблемалары болады, немесе көңіл күйлері болмайды деген сияқты. Әртүрлі неде тәрбиеленген сарбаздар ғой, сізге келіп, мысалға, ағай, менде осындай проблема деген сияқты. Бөлісетіндер бар ма негізі? Әрине бар. Бізде жаңа айтып өткенде бір ротада 111 сарбаз бар. 111 сарбаз Қазақстанның түпкір-түпкірінен жиналған соң, әр адамның психологиясы, әр адамның түсінігі әртүрлі. Ол жерде бізде рота командирлері, взвод командирлері, бөлімше командирлері, бізде жауапты тұлғалар өте көп. Әр қайсысы әр сарбазбен жеке-жеке сұхбаттар өткізеді, жеке тәрбие жұмыстарын өткізеді. Каждый солдаттың біз былайша айтқан кезде ішіне кіріп шығып, барлық проблемасын, солдат на что способен, барлығын біз бастапқы бір айында білуге біз міндеттіміз. Және сол істерді атқарып жатырмыз. Басында бір айдың сарбаздың адаптациядан өту үшін жұмыс жасайсыздар. Дәл солай. Оқу пункті сарбаз бірден осы ротаға келе алмайды. Бірінші оқу пунктіне барады. Оқу пунктіне жаңа сарбаздарға саптың не екенін, жалпы әскердің не екенін түсіндіреді. Сол жерде сарбазда қай сарбаз қандай ротада, қандай должностьта қызмет атқаруға лайықты, оқу пунктіне сол жерде бөледі. Қанша уақыт болды әскерде әскери борышыңды өтеп жатқаныңа? 10 айдан асты. Қанша уақыт қалды енді үйге қайтуға? Үйге қайтуға 24 күнім қалды. Күн санап жүрсің? Күн санап жүр қазір. Міне менің 5-ші айым болды. 6-ші айға кетіп бара жатыр осы. Мамырда. Саған үйге қайтуға әлі қанша ай бар? Әлі 7 айдай бар. 7 айдай бар. Қалайсың? Жағдайың қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Үйренісіп кеттік, бәрі жақсы. Өз еркіңмен келдің бе әскерге? Иә, өз еркіммен келдім. Бала кезімнен әскерге барғым келетін. Сөйтіп оқуымды 24-ші жылы бітіріп, әскерге бардым. Жасың нешеде? Қазір 19-да. 10 ай деген аз уақыт емес. 10 айдың ішінде ең бірінші бастапқыда келгенде Ерасыл қандай еді әскерге келгендегі сезіміңді бөліші? Мен жасқаншақ болдым басында келгенде. Жасқаншақ болдым. Көп нәрсеге араласа бермейтін. Бір ай көлемінде оқу пунктінде болған кезде маған көмектесті әскери қызметшілер көбінде. Сол арқылы мен өзімді ашып, жақсы жағынан көрсетіп алдым. Үйренуге қиын болған жоқ па саған басында? Не нәрсе қиын болды? Физикалық жаттығулар бұрын соңды спортқа шұғылданатын ба едің? Бізде қиын болған нәрсе бәріміз бірге топпен шагайт етіп жүру болғаны.
басқалармен бірдей қозғалу керек, қозғалыста боласың. Сол жағына кішкене қиын болды, ал басқа жағы бізде оңай болды. Спорттық жағынан іс-шаралар ұйымдастыру болды. Солай. Дедовщина болған жоқ па? Жоқ, дедовщина вообще болған жоқ. Точно? Иә, болған жоқ. Бізде дедовщина деген кезінде қалып кеткен шығар сол. Үйімдегілер де қорыққан еді мен әскерге жіберуге, бірақ келгеннен кейін бәрі басқаша екен, соны түсіндім. Енді қазір келдік әскерге, бізде дедовщина ештеңе жоқ, бәрі жақсы. Ешкімді ұрмайды, керісінше жақсы сөйлеседі, и сенімен ашылып сөйлескен кезде өзің ойыңды айтасың, сол жерде ондай затты ойлауға да мұршаң болмайды. Әскер сені өзгертті ғой? Иә, өзгертті, жақсы жағынан өзгертті негізінде. Отбой нешеде сендерде? Бізде отбой 10-да. Былай обычный күндер нешеде ұйықтайтын едің негізі? Обычный күндер сол 10-да ұйықтаймыз бәрі. Үйде болған кезде? Үйде. Түнгі 12-ден қыдыру сағынасың ба? 12 бір ғой. Примерно. Шаршап ұйықтайсың ба, онда прям ұйқың келмей ұйықтап қаласың ба? Жоқ, шаршап кәдімгідей өзің күшті болып ұйықтап қаласың. Да? Қандай физикалық жаттығуларды үйрендің? Көптеген. Мысалға? Бұрында турник Брусия деген жасамайтын көп. Қазір осында келіп жасаймын. Осында жасаймыз. Тағы да жаттығулар өзіміздің созылатын, соның бәрін үйрендіп, қазір күнделікті жасап жүрміз. Сонда әскер сенің физикалық тұрғыдан мықты болуыңа әсер етті ғой, иә? Иә, әсер етті. Кәдімгідей. Осында келгелі мен негізі кішкене толық едім. Сондай қазір арыдым. Денсаулығыңа да жақсы әсер етті демекте. Денсаулығыма да жақсы болып жатыр. Сол басқа да. Арасында бір үйді сағынатын кезің болады ма? Болады, ондай кездер болады. Сол кезде өзіңнің сағынышыңды қалай жеңесің? Білмеймін, іштей жеңесің, айтасың. Просто ішіңнен жүрмін ғой деп. Барамыз, Құдай қаласа дейміз, болды. Сөйтіп жеңеміз де, ұйықтаймыз. Только между нами дедовщина жоқ па әскерде? Точно? Ондай болмайды. Бұл 55-71 әскери бөлімінің бірінші жер мақсаттағы ротасының үй-жайы. Дан атап өткенде бізде бірінші рота бойынша тәулік кезекшінің қызмет атқаратын орны. Бұл пост деп айтады. Күнді бұл жерге 24 сағат тәулік жасақ тағайындалады. 3 сменамен сарбаздар осы жерде қызметтерін атқарады. Бізде рота жеке құрамы, жалпы бізде бөлімде күн тәртіп белгіленген, қай уақытта немен айналысу керек сарбаздар, рота жеке құрамы. Сонымен минутпен барлығы бөлінген, қай уақытта немен айналысу, сол бойынша роталар жеке құрам іс-әрекеттерін жасайды. Мына жерде қазір бізде күн тәртібі белгіленген, түсінгенім бойынша. Демек, біздің сарбаздар таңертең сағат 6-да тұрады, кешкі сағат 10-да ұйқыға кетеді. Бұл күнделікті олардың орындалатын жаттығулары, сонда? Іс-әрекеттері. Барлығы осы жерде айқындалып жазылған. Әрі қарай өтсек? Әрі қарай жүреміз. Бізде рота үй-жайында сол жағымызда рота командирінің кабинеті, қызмет атқаратын орны. Он жақта бізде сарбаздардың киімдерін, аяқ киімдерін кептіруге арналған бөлме. Бұл жерде қысқы уақытта 38-40 градусқа дейін температура ұстап тұрады. Себебі қысқы уақытта қар, жаңбырда, жеке құрам үсті намданғанда, сулағанда осы жерлерге кептіріп, жалпы дәліз қызметтерін атқарады. Сарбаздар моншадан жуынады. Әр сарбаздың өзінің нелері болады. Закрепленный мочалка. Бұлар бөтен біреудің, как лишний гигиена ретінде бөтен біреудің мочалкасын қолданбайды. Сіздер бөлесіздер, болған тоже, или өздерін алып келе ма? Жоқ, беріледі бізге. Складтан беріледі. Банядан кейін осы кептіруге бөлінеді. Әр сарбаздың өзінің. Например, мен солдат 5-ші кроватьта жататын болсам, мына менің мочалкам, банядан шомылып келген соң, моншадан келген соң, осы жерге жайып қоямын, кепкен соң, арнайы сақталатын жерге қойып қоямыз. Келесі баняда тағы қолданамыз. Демек, бұл аяқ киім кептіретін және ванный керек заттар. Киім-кешек, аяқ киім кептіруге арналған бөлме. Және біздің оң жағымызда және сол жағымызда жеке құрамның жатын бөлмесі. Жатын жайы. Сарбаздар бағана байқағаныңыздай сағат күнде 8 сағат демалуға рұқсат беріледі. 8 сағатқа дейін. Ол уақытқа дейін сарбаздар жалпы айтқанда өздерінің кроваттарына жақындамайды. Енді сен басында еркін өмірге үйреніп қалдың ғой басында. Телефон ұстайсың, күнделікті өмірде әскерге келмей тұрып. Мына жақтағы тәртіпке үйрену қаншалықты қиын болды саған? Шынын айтсам, 6 айға дейін мен үйрене салмадым.
кәдімгідей үйді звондап іздесең келеді, іздеп тұрасың, бірақ ондай возможность жоқ. Ол 6 айдан кейін уже бізде әскери қызметшілер, өзі сержанттарымыз, офицерлеріміз өздері көмектеседі. Сол кісілер жақындап, сөйлесіп, телефон сұрап, возможность болса, сол кісілермен үйге хабарласып жүретінбіз. Ал оған дейін мен үйге хабарласуға андай телефонсыз жүрген маған қиын болды, шыны керек. TikTok, Instagram көрмейсің. Былайша айтқанда, сырттағы адамдармен бір андай басқаша отношение болады, уже. Олармен сөйлесу манераң өзгеріп кетеді, тек мына жақтағы сөйлесу манерасымен қалып кетесің. Қиын болды. Бірақ 6 айдан кейін үйреніп қалдық қой. Әр сарбазда не болады? Бізде көрек сүлгі, иә? Сүлгі, бет орамал, түсіндіріп өтсеңіз, сүлгі, жастығы, жастығының сырт қабы, наволочка дейді ғой. Және одеяло. Мен аша салайын. Так, бізде одеяло болады. Әр балаға ойдан беріле ма или қалай? Қысы жазы бір одеяло, иә? Қысы жазы бір одеяло, иә. Қысты күні, жазды күні. Жақсылап тұрып, прям жинап тастайды екенсіздер, иә? Постель? Жаз одеяло, екі дана простыня беріледі, біреуі астына төсегенге, екіншісі үстіне жамылғанға. Прачный бар ма сіздерде? Жуға ма? Иә, бар, қазір айтам. Бір дана матрас, және под матрасник, матрастың астында. Және аяқ сүртуге арналған сүлгі. То есть аяғын бөлек сүлгеге сүртеді, бет қолын бөлек сүлгеге сүртеді. Және бұл апта сайын ауыстырылады, апта сайын жууға жіберіледі. Каждый понедельник жууға жібереміз, понедельник, вторник, пятница күні қабылдап аламыз, суббота күні баня, баняның кезінде сарбаздың іш киімі ауысады, және төсек жабдықтар ауысады. Жалпы сарбазға жеке қажеттіліктерде не беріледі осы жақта? Және сарбазға өзіне жуынатын заттар беріледі, то есть зуни паста. Көрсетсек бола ма? Болады. Бұл әрбір сарбаздың өзінің жеке, бұл біз сарбаздан рұқсат сұрамадық қой, ештеңе етпей ма? Жоқ, біздер рұқсат етпейді. Біз взвод командирлері, бөлімше командирлері бұның тазалығын тексеріп жатыр. Әрдайым тексеріп тұрады. То есть, қатардағы Аманжол деген сарбаздың жуынатын заттары. То есть, әркім өзінің сарбаздарға берілетін нормалар. Мен қарасам болады, е? Мынандай зубный паста қанша уақытқа бересіздер? Айына бір тюбик зубный паста, айына бір тюбик зубный паста беріледі. Туалетный бумага беріледі. 350 грамм сабын беріледі. Және аяқ киім сүртуге арналған крем беріледі. Айына бір кезден. Оны біз екі бөліп береміз. То есть, бір айдың бірінші жұлдызы күні береміз, және 15 жұлдызы күні береміз. Ортасында, егер бітік қалса мысалға? Бітік қалса емес, бір зубный паста бір айға жету керек. Сабын, например, айдың басына береміз, айдың ортасында бір сабын бітеді. Уже айдың ортасында екінші сабыны береміз. Жетпей қалса ше? Жетеді, айына 350 грамм сабын положено. Түсінікті. Аяқ киім бересіздер, е? Тапочки, бұлар жататын кезде, қолданатын тапочкалары. То есть, сарбаз түнгі уақытта отбойдың кезінде сарбаз өзінің несін төсейді, ножной ковригін. Аяғына салқын тимес үшін. Ножной ковригін төсейді, тапочкасымен аяғын жуып келеді, тапочкасын қасына шешеді, то есть, на жерге. Және өзінің аяғымен неге тұрады, коврикке. Сонымен пәрменді күтеді. Рота ұйқыға жат пәрмені бойынша сарбаз ұйықтайды. Носки, іш киім беріледі, е? Іш киім беріледі, носки емес, бізге партянка беріледі. Партянка деген не ол? Партянка деген мата ғой, оның размері. Ана аяқ киімнің ішіне орап кетеді. Аяқ киімнің ішіне орап кетеді. Ол біріншіден аяқтан температурасын, аяқ терлетпейді, сасытпайды. Ал носки ол тез сасытады, аяқ терлетеді. Партянка өте пайдалы, қолайлы. Көп жігіттер әскерге келуге қорқады, себебі ол жақта ұрады дейді. Енді жаңалықтардан әртүрлі дүниелер көрсетеді. Енді ондай жоқ па? Ондай жоқ бұнда. Ондай жоқ. Шынымен. Ешкім тиіспейді, саған? Ешкім тиіспейді. Өзіңмен өзің жүресің. Жаса деген нәрсе жасап. Болды. Бұйрық орындап. Сөйтіп әскери тәртіп. Қанша уақыт болды осында қызмет етіп жүргеніңіз? Дәл осы батальонда қызмет етіп жүргеніме 2,5 жыл болды. Жалпы әскерде? Әскерде 13 жыл болды. 13 жыл болды. Мен сізден бірдеңе сұрай салайын, иә? Жалпы әскерде сарбаздар көп ақша сұрайды деп ата-аналар айтып жатады, негізі ол қаншалықты рас?
сарбаздарға ай сайын өздеріне 3500 теңге ақша беріледі. Иә. Сарбаздар неге ақша сұрайды? Өздері Оли неге шығады, например, бізге апта сайын сарбаздарға сейілдемеге шығуға болады. Ата-анасы келсе, сейілдеме шығуға болады. Өзіне ол сейілдеме шыққан кезде бір нәрсе жегісі келеді, өзіне керекті қажеттерінен сұрайды. Ал бана сіз түсініп тұрмын сізге не намекат етіп жатқаныңызды. Бана ақша жинау бізде әскерде ондай мүлдем жоқ. Біз каждый жексенбі күні ата-анасымен сөйлестіру ұйымдастырамыз. То есть взвод командирлері өздерін телефон беріп, кітап бар бізде, кітаппен кім қаншамен сөйлесті, қандай номерге звондады, кіммен сөйлесті. Сол жерде жазылады. Сол моментте сұрамаса, солдатқа әскерде жүріп ақша қажет емес. Қажет емес. Ата-аналары көріп отырса да, сұраушы едім, ата-аналарынан да сарбаздар ақша сұрайтын жағдай болса, оны әскерде жүріп сарбазға вообще ақша қажет емес. Себебі бүкіл зат беріледі өкіметтен, барлығы бәрімен қамтамасыз етілген. Киім-кешек, тамағына дейін, тіпті жаңағы өзінің жеке қажеттіліктеріне дейін барлығы бөлінеді. Бір жыл бойы сіздер түбегейлі қамтамасыз етіледі. Бүгін сарбаздар енді тамақ ішіп жатыр түскі ас мезгілінде. Қазір енді мына жерге тамақтарды дайындап қойыпсыздар. Біз келеді деп дайындап қойдыңыздар ма, әлде осылай? Жоқ, бұл жерде бұл арнайы осы үстел осында жасалған бақылау үстелі деп аталады. Және келген тексеруші адамдар осындай әр сарбаз өзіне бүгінгі күнде не алып өту керек, не алу керек, және осы тексеруші адамның үлгі ретінде көрсетіліп тұрады. Осы жерден оның салмағы, әр тамақ тағамның салмағы, не берілетіндігі осы мына бақылау тамағында. Салат қанша грамм береді? Бүгінгі салаттың салмағы 120 грамм негізі. Мынау ыдыс-аяқты осы қоюымыздың себебі бұл орысша айтқанда тара дейді ғой, мынаның салмағын келген адам алып тастап, таза өнімнің салмағын ғана сол кезде асы мәзіріне сәйкес қабылдайды. Демек сіздерде салатта 120 грамм болу керек, е? 120 грамм болу керек. Осы 120-130 граммда осында салат. Жеңіл салат, е? Негізі салаттың несі өзгеріп тұра ма күнде әлде? Әр түрлі салат. Бір аптаға бір түрлі салат қана беріле ме? Жоқ, әр аптаның әр күніне әр түрлі салат беріледі. Первый, второй салат, компот, е? Жоқ, чай. Чай или компот? Және мынау алма шырын. Өзі таңдайды, чай іше ма или компот іше ма? Жоқ, екеуі де беріледі. Неше нан беріледі бір сарбазға? Бір сарбазға мынандай екінші сұрыпты бидай өнімінен жасалған ақ нан дейді ғой енді бір айтқанда. Содан сарбазға 150 грамм салмағы шығу керек. И мынандай бірінші сұрыпты артық тұр ғой. 150 грамм берілу керек, е? Қандай, 2 штук нан, 3 штук нан деген ондай? Осындай ломтиктермен бөлінеді, сосын қара нан беріледі. Толыққанда. Сосын жәнегендей осындай күнделікті берілетін алма, бұның салмағы 200 грамм болу керек. Күнде беріле ма? Күнделікті. Әлде алмастыра ма басқа продукт? Жоқ, алма енді мерекелік күндері банан, бірақ біздің неге азық-түлік үлесіне сәйкес алма, апельсин және банан осы жемістер беріледі негізі. Есімің кім? Қатарда Тоқтырбаев, Ахат Серіұлы. Жасың нешеде? 19-да. 19-да. Қанша уақыт болды әскерде қызмет етіп жатқанына? 11 ай. Үйге қайтуға уже жақын күн санап жүрсің ба? Сағынып жүрсің ба? Сенің қазір ата-анаң немесе туысқандарың көріп отыр. Не айтар едің оларға? Сәлем айтамын. Бәрі нормально ма сенде? Күшті. Біз енді столовыйда жүрміз ғой, асханада, иә? Не асхананың кісісі жүр. Тамақ енді дәмді ма? Өте керемет. Шын ма? Тойы жүр ма? Шүкір Аллаға шүкір. Тамақтар жақсы. Жақсы, иә? Керде қызмет етіп жатқаны қанша уақыт болды? 5 ай болды. Таңертең тұру оңай болып жатыр ма? 6 дейді, 6-да тұрады екенсің. Үйреніп қалдым. Оңай. Басында қиын болды, иә, негізі? Басында, иә. Сәлем жолдауға мүмкіндігің бар сенің? Анама сәлем. Жағдайың жақсы ма? Жақсы. Уайымдамасын ба? Уайымдамай қойсын, бәрі жақсы. Бүгін енді асханада тамақ ішіп жатсың. Жалпы ұнай ма саған тамақтары? Өте қатты ұнайды. Не нәрсе ұнайды? Қандай тамақ ұнайды негізі бұл жерден? Плов ұнайды. Бешбармақ. Тойып жүрсің ба? Әрине. Кешкісін түнгі 10-11-де қарын ашпай ма? Жоқ, ашпай. 3 мезгіл тамақ береді ғой. Бешбармақ. Я говорю, что бешбармақ береміз. Менюда бар, аптасына береді. Бауырсақ бересіздер ма? Бауырсақ аптасына пятница. Жұма күні. Жұма күні бауырсақ бересіздер ма? Бір сарбазға қанша бауырсақтан бересіздер? 2 бауырсақтан береміз. 2 бауырсақтан. Қаймақ қоспайсыздар ма қасына? Қаймақ ол таңғы ас мәзіріне сәйкес бізде аптасына
Иә. Сүзбе де беріледі, иә? Сүзбемен қаймақты араластырып өзінше береміз. Аптасына 3 рет болады. Таңғы аста береміз. Күнде жұмыртқа беріледі таңғы аста. Сосын бешбармақ бар бізде. Қай күні беріледі бешбармақ? Жұма күні беріледі. Жұма күні. Сонда әр аптаның жұма күндері бешбармақ береміз. Ата-аналар уайымдап жатыр қазір. Сіз көріп отыр, қарындары ашып қалмады ма екен дейді. Жақсы тамақтандырып жатыр, сапалы бәрі. Солдаттар қарындар тоқ. Біз өзіміз әйтеуір, біз мамандығымыз ғой, қанша жыл болды міне. Жақсылап дәмдеп беруге тырысамыз. Бәрі нормамен салынады. Қарындары тоқ, көйлегі көк па? Қайғылары жоқ. Деп ойлаймын мен. Рахмет. Кеттік ары қарай. Шынығында одан кейін жеміс бүгінгі алма. Күнделікті бір алмадан алады, иә? Бір алмадан аламыз. Болды. Құрметті көрермендер, қазір біз сарбаздардың тамағына дегустация жасайтын боламыз. Сіз жейсіз ғой? Отырыңыз бізбен бірге. Сіз отырмайсыз ба? Тамақ ішпейсіз ба не? Давайте отырыңыз бізбен бірге. Дәм татып көріңіз бірінші тағамнан. Бірінші бізде айтып отырыңыз. Христиандық сорпа. Христиандық сорпа дейді. Ішінде тары бар, жәнеге ет. Ненің еті бұл? Бұл сиыр еті. Сиыр еті. Нормал сиыр еті. Картоп, морковь. Сиыр етіне қайнатылған сорпасы бар ғой, сүйегінен шыққан сорпасына жасалған. Дәмін бағалап көріңіз өзіңіз. Күшті екен. Мен естігенмін былай деп, жалпы әскерде қасық жетпейді деп. Сондай әңгімені естігенмін. Ондай жалған ба? Жоқ, жалған ақпарат, жалған сенбеңіз. Бұл жерде жалғыз мен емес, мысалға, жалпы халықтың арасында сондай ақпараттар бар да, сарбаздарға қасық жетпейді, ыдыс аяқ жетіспейді деген сияқты. Жоқ, ыдыс аяқ, осы асхана үй-жайының ыдыс аяғы, мүлкі толыққан жеткілікті. Сарбаздардың және тағамдың асхананың санына сәйкес бізге осы қоймадан беріледі. Соған қарай біз алып ұйымдастырамыз осы тамақтану барысында. Компот, иә? Бұл, иә. Өте күшті екен, прям тағамдары дәмді. Қолдарыңыз дерт көрмесін. Рахмет. Сені қазір ата-анаң көріп отыр, немесе туысқандарың сәлем айтасың ба? Ата-ана, қарындасым, інілеріме сәлем айтамын. Сенде бәрі жақсы ғой? Иә, жақсы. Уайымдамасың ба? Жоқ, уайымдамын. Қай жақтыкісің? Түркістанғыз. Түркістанға сәлем. Ата-анаңа не айтар едің? Сәл шыдаңыздар, келем құдай қаласа. Бір ай қалды. Бір ай қалды ма? Мәссаған, күн санап жүрсің ба? Санаймыз ба? 29 күн қалды. 29 күн. Болмай жатқан шығар. Өтіп жатыр, шүкір. Бәрі жақсы. 11 айдың ішінде сен не үйрендің? 11 ай ішінде қару шашу, жинау, төзімділік. Ол ержіктің басынан келе бермейтін сол төзімділік деген. Ол армиядан қашумен керек емес. Өз еркімен, өзің аман-есен сүртеді керек қой. Отан алынған борышын аман-есен өтеп, үйге сөйтіп оралу керек қой. Қашқаннан пайда жоқ бәрі. Ешкімге айтпаймайыншы, дедовщина бар ма әскерде? Дедовщина деген нәрсе жоқ қазір. Точно? Точно. Ешкім ұрмай ма? Ешқандай. Тиіспей ма? Қазірше? Оралмай жүр. Ақша сұрамай ма? Ондай жоқ. Точно. Иә, таңертең бізге тұра салып подъем берген кезде тұрып сразу. Төсек жинауға қанша уақыт беріледі сіздерде? 10 минутта уже шығу керек болды, төсек бәрін жинап. Төсек жинап, жуынып, киініп, иә? Бұрын үйде өзіңіз жинайтын бедіңіз төсекті? Жоқ, ондай болмаған. Үйде сол сестрам. Солар жинайтын ғой. Жоқ, ондай қатты қиын емес бұл. Да? 2-3 рет көріп үйрендік. Қанша ұрлады ғой қырымен. Давайте мен саған көмектесіп жіберейін, что? Нам былай тегіс болу үшін тартады, иә, түсінген бойынша? Жоқ. Енді? Анда үшкір қылып шығады ғой. Үшкір болу керек олай. Әрбір сонда төсек үшкір және тегіс болу керек, иә, түсінген бойынша? Иә. Бұны тексереді ғой сендерден, иә? Тексереді. Егер үшкір тегіс болмаса, шашып қайттан жинаймыз. Қайттан жинайсыңдар, иә? Бұны былай қоя салсақ болады, иә? Или ол да тегіс болу керек па? Сол жастық бәрін туралайды. Сосын осылайын жағына қанша ұрылады ғой. Мен істеп тастадым уже. Тегіс болмай қалдым әлде. Осылай тарт. Мынау болған не? Отыруға болмайды бізге. Болмайды. Бүгін даяққа шыға қойып оны. Неге отыруға болмайды? Біреудің төсегі болғасын ба? Жоқ. Таңертең бізге. Таңертең жинаймыз төсек, кешке жататын кезде бірақ. Ашарып жатамыз ғой. Райымбек, жалпы әскерде топ 3 не нәрсені үйрендің саған өткен? Бірінші төзімділік, сол шыдамдылық. Екінші уақытылы тамақ ішу. Үшінші қару ұстауды үйрендік. Сол 3 сәт.
жақсы. Саған қатты әсер еткен. Плюс Райымбек сосын төсек жинауды үйренді. Айтуға просто ұялып тұр. Иә? Бос уақытында сарбаздар телевизор қарайды, иә? Не көреді сонда көбіне? Патриоттық. Көбінесе патриоттық кинолар. Стан кезет қарамайсыздар ма? Стан кезет қараймыз ғой. Мен қараймын өзім. Подписанныймын еще. Сіздер де тіркеліп қойыңыздар. Одан кейінгі сұрақ, сарбаздарға қару беріле ме жалпы? Иә, әр сарбазға өз әскери антын қабылдаған соң, оған қару жарақ бекітіледі. Сыртта мен автомат ұстап көрмегенмін. Осында келіп автомат көріп, ұстап, атып көрдік. Соны үйрендік. Нормально орнауға кіріс. Готов. Жігіттер енді жаңа оқтарды, оқ емес қару, иә бұл? Қару. Калашников автомат, иә, былайша айтқанда өте ауыр екен салмағы негізінен. Күнделікті қолданасыңдар ма бұны или қалай? Қолданамыз. Оқу жаттығу жиындарында. Қолданасыңдар, соны түсіндіріп айтыңдаршы. Біз бірінші рота болғандықтан біздің негізгі мақсатымыз жартас, сондықтан біз қарумен күнделікті дайындаламыз. Енді сен жеңдің, иә, жаңа? Бағана негізі сіз жеңдіңіз. Мен жеңгем, иә, осы. Камерада сіз жеңдіңіз. Дәл солай. Қанша уақытта үйрендіңіз осыны барлығы? Көп емес, жарты ай жетеді негізі. Толықтай шашып жинап, қарудың ТТХ-сын жаттап, барлығын түсінуге. Қанша секунд сонда жетеді? Шашып жинауға ма? Шашуға 5 секунд жетеді. Жинауға бір 12 секундтай жетеді. Бұл рекорд па, одан да көбірек рекордтар бар ма? Рекордтар бар ғой? Қанша рекорд бұяқта? 4 секундта шашқандар бар. 4 секундта шашқандар бар. 5 секунд. Қанша секундта жинағандар бар? 8 секундта жинаған балдар болып біздер ротада. Дәл солай. Талант қой, талант сендер қалай түсіп қалады. Талант па, еңбек па? Еңбек. Әскерде дедовщина бар ма? Никак емес. Мүлдем жоқ. Точно? Дәл солай. Точно? Дәл солай, мүлдем жоқ. Ақша сұрамай ма ешкім? Сіздер сұрамайсыздар ма? Никак емес. Бәрі жеткілікті. Бәрі жете ма? Дәл солай. Басында сағыныш сезім болды там. Қалай болады. Қимастық сезім болады бәрі, басында үйді сағынып жүресің, күнделікті заттар сағынып жүресің. Әскерге келіп, уақыт өте келіп, жаймен барлығын үйрендік қой. Енді отан алдында қызмет етіп жатырмыз. Не үйрендің нақты? Дисциплина, тәртіп. Дисциплина, тәртіп бәрі. Уақытымен келді ғой барлығы. Қару ұстап үйрендік, қару атып үйрендік. Дәл солай. Армиядан қорықпаңдар жігіттер. Отан алдында келіп, орыстарың өтіп кетіңдер. Сарбаздан рота тәулік кезекші тағайындалады. Көріп тұрғандарыңыз, оң жақта бізде 4 бронежилет, 4 каска. Мына бронежилеттің өзі мен көтере алмай тұрмын. Бұл бронежилет 3-ші класстағы бронежилет, салмағы 9 килограмм. 9 килограмм. Ойлаңыз, 9 килограммдағы бронежилетті просто үстіне кию керек. Плюс Киларовая каска. Каска, иә. Бұлың салмағы 2 килограмм. Мынандай бронежилетпен касканы киіп көреміз. Қолмен көтерген кезде өте қатты ауыр. Қолым талып қалады. Былай өздері көтеріп жүрсе бола ма бүйтіп? Ыңғайсыз болса или қолда қару болады. 19 жастағы сарбаздарда кием ананы. Иә. Қиын емес па оларға? Қиын емес. Күнде дайындаласың ба? Шағымдануға да болмайды, анаумен жүрген кезде. Ойбаймыз. Еще қолында қару қанша килограмм болады? 3,5 килограмм автомат, Калашников автоматы болады. Бронежилет, мына жерде магазиндер болады, артында весмишогі болады. Қанша уақыт жүреді мынаумен примерно? Сабақ примерно қанша уақыт жүреді? Бір күн жүреді, иә? Жоқ, бір күн жүрмейді. Қанша сағат жүреді? Сабақ өткенде білеміз, 1 сағат жүреді. 1,5 сағат жүреді сабақ. Мүмкін емес енді қырсын. Еще артында весмишогі болады бұның. Иығым ауырды деп шағымданады сіздерге, сол кезде не деп айтасыздар? Оларға шағымдануға бола ма? Болады әрине. Сарбаздар бізде адам болған соң сырқаттанады. Мысалы, мына бронежилет кидім, мен басым мен иығым қатты ауырып қалды да. Сіз қыз баласы болған соң кішкене сізге ауыр болып тұр ғой. 18-де ғой. Шағымдануға болады, иә? Әрине болады. Бірақ басым ауырды, иығым ауырды деген шағымдар жоқ. Денсаулықтарына байланысты. Иығым ауырды, кимей қойсам бола ма деген. Ондай жоқ, ондай. Басым ауырды. Бұл қауіпсіздік үшін бастысы, иә? Сол туралы айтқым келіп тұр. Қанша иығы басы ауырса да қауіпсіздік үшін демек шыдау керек олар. Айтады ғой, тяжело в учении, легко в бою дейді. Қазір үйренбесе, Құдай сақтасын, басқа іс түскен кезде, сол кезде қиын болады. Атың кім? Атым Саят. Қай жақтыкісің, Саят? Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы ауылында туып өскенмін.
Қазір 55-71 әскери бөлімінің 1-ші батальон 1-ші рота солдатымын. Қанша уақыт болды қызмет етіп жатқаның әскерде? Қазір 11 айдан асты. Осы май айының 28-і күні үйге қайтамыз. Күн санап жүрсің ба? Күн санап жүр. Алланың деген уақытысымен өтіп жатыр. Қандай сезімдесің үйге қайтатын? Үйге қайтатын енді. Ерекше сезім ғой, ата-анамызға қасына қосылып, 1 жылдық отан алдында борышымызды өтеп, аман-есен үйге қосылу әр солдаттың арманы ғой енді. 11 айда осы әскерде не үйрендің? Осы айда біраз нәрсенің қадіріне жетесің. Бірінші ата-анаңның істеп жүрген жұмысыңның, үйіңнің және ағайын туыс, осы күнде араласқан адамдардың әр осы демалыс күндері звондаған звонокпен қандай қуанып алған кезде өзің қандай қадірлі адам екенін түсінесің да үйіңдегілерге. Сондай бір ерекше сезім болады өзің. Енді үйге қайтамыз, Құдай қаласа бәрін. Қазір сені ата-анаң, достарың немесе туысқандарың көріп отыр. Не айтар едің оларға? Енді біріншіден ата-анама осындай адам, осындай отан алдында борышын қорықпай өтеуге келген адамды тәрбиелеген ата-анама, осындай тәрбие берген сол кісілердің барына шүкіршілік етемін. Және достарыма сағынышым басып, қандай жағдайда звондап не қылсаң, досым деп қуана алатын достарым барына және ағайын туыстарым өзім қандай болса жетістіктеріме қуанып жүрген туысқандарым барына шүкіршілік етемін. Сол кісілерге сәлем жолдап. Түркістанға? Түркістанға сәлем. Ордабасы ауылына. Полковник мырза, бөлім жеке құрамы жауынгерлік қызметке тағылымға тап түзеді. Штаб басының міндеті уақытша атқарушы подполковник Абдуалиев. Намысты ұландық. Қоғам тәртіпті күзету ұлттық ұланның басты міндеті болып саналады. Соған таралымға шайнады. Ол жерде бізде қазір ішкі істер министрлігімен бірге қызмет атқарамыз. Мына тұрған техникаларымыздың барлығы жауынгерлік қызметке қарай жеке құрамды тасымалдауға арнайы дайындалып қойған. 16:00-да бізде жауынгерлік қызмет болады қазіргі таңда. Сол бойынша техникалар жеке құрамның барлығын біткеннен кейін алып, қаладағы әр ішкі істер министрлігі өзінің бөлімі сол бөлімдерге жеткізеді. Бұндай таралымдар негізінен күн сайын күнде шығасыз ма? Күнде таңертеңгісін бізде сағат 9:00-де таралым жүргізіледі. Ол жеке құрамның тексерілуіне және де сабақтағы дайындығын тексереміз. Ол жерде неше түрлі жауынгерлік қызмет болып қалады, кейде сол бойынша таралымдар жүргізеді. Түскі кезеңде де болады, ол жеке құрам тексеру. Солай өзіне берілген күнтізбеге бойынша біздің өзіміздің күнтізбеміз бойынша таралымда болып тұрады. Қазір барлық сарбаздарға тапсырмалар беріледі, түсінген бойынша. Сөйтіп әркім өз тапсырмасымен дәл осы көліктерге мінеді де қалаға қарай кетеді. Кері нешеде қайтады? Кері қазір ол қалаға бағыт алады. Ол жақтан 17:00-де қызметке, жауынгерлік қызметке түседі және 23:00-де кешкі түнгі 23:00-де жеке құрам қызметтен оралады. Данияр мырза, мен жақындасам, итіңіз ештеңе істемей ме? Жоқ, істемейді. Бұл есірткізді, бұл ешқандай не жоқ, қорқпаңыз. Итіңіз туралы айтып берсеңіз. Аты? Рой. Жасы? Жасы 2-де. 2-де. МВД-нің кинология орталығына барып келдім оқуға бұл итпен. Ол жерде дайындадым, өзім де оқыдым. Пародаға байланысты емес, бұл қызметтік качестволар дейді ғой. Сондаймен таңдаймыз ғой біз. Оны қалай ажыратады, оның қызметтік качестволары? Ит біріншіден активный болу керек. Екіншіден біздің тілімен ВНД дейді. Нервный система соған арнайы болу керек. Арналған. Тексеріп аласыздар? Иә, тексереміз, өзіміз тест өзіміз өткіземіз. Содан кейін обязательно андай осындай доппен ойнай алатын ит болу керек. Өткен ол бұл ит ойнай алады? Иә, есірткі тапқаннан кейін бұл поощрение болу керек. Иә, болды. Жарайды, көрсете салыңызшы. Бұл да жындану деген жоқ ол, әшейін доп үшін. Доп үшін? Түсініңіз, осындай характермен иттер, осындай качестволармен біз неге есірткі іздеуге саламыз. Есірткі іздеватыр, есірткі емес. Негізі ол өзінің ойыншықты іздеватқандай миында тұр да олаш. Негізі біз есірткі когда неге саламыз ғой, біз бір жерге қасына доп қоямыз. Ол доптың иісі болады өзінің. Ночной героин, анаға есірткі деген қазақшасы. Қауіпсіздік шаралар сақтаймыз. Рой. Ищи. Көрсетіп атып аяғымен. Ай, хорошо. Тапты ма? Осылай поощрение доп береміз.
Сипалай беріңіз, соны сипалаған жақсы көреді. Болды. Енді қалмайсыз. Наконец-то. Хороший. Жаным. Бетіңізді жалап жүресіз. Сарбаздардың денсаулығына жауапты ол сіздер. Жалпы қаншалықты жиі ауырып келеді сарбаздар? Олардың денсаулығына қаншалықты сіздер көңіл бөлесіздер? Жиі ауырып келеді дегенде, прям жиі ауырып келетін сарбаздар жоқ, бірақ болады, ауырып келеді. Біз оларға алғашқы медициналық көмегіміз көрсетеміз, және ауырып келген сарбаз егер қажетті жағдай болса, онда біз қалалық ауруханада тіркелгенбіз, сарбаздардың бәрін сонда тіркеп қойғанбыз. Сонда барып қаратып, тексеріп, дальше ем-домын жасай береміз. Қазір осы жерде өзінің әскери борышын өтеп жатқан сарбаздардың арасында денсаулығы сыр беріп жүрген сарбаздар жоқ, я негізі. Барлығын бақылауға алғансыздар ғой сіздер? Әрине, оның бәрі бақылауда. Бізде осында дәрігерлер бар. Әр өзінің маманның дәрігерлері. Ешқандай қатты сырқатпен жатқан сарбаз жоқ. Барлығының денсаулығына сіздер жауап бересіздер. Әр ротаның өзінің санитарлары бар. Қазір сізді көріп отырған ата-аналар, енді өзінің балалары осы 55-71 әскери бөлімде әскери борышы өтеп жатқандар балалары үшін алаңдап жатыр. Ешкімнің баласы ауырып жатқан жоқ, бәрінің дені сау ғой, сіз айта аласыз ғой сөйтіп. 100% айта аламын. Балаларыңыздың уайымдамаңыздар, балаларыңыз сенімді қолда. Осындағы достарың сағынасың ғой? Дос қалыптасты ғой сенде. Бір жыл бойы бір жерде, бір бөлмеде былай айтқанда жатып, бірге тұрып, бірге тамақ ішіп жүрген балалар кәдімгідей сағынасың. О, енді қимағанда сол балаларды ғана қимаймын жалпы. Әйтпесе былай қызықты ғой. Бұлармен жүресің, ойнайсың, күлесің. Бірге спорттық іс-шаралар болады, концерт, не болса да бірге жүресің. Ерасыл, қандай жетістікке жеттің осы әскерде жүрген кезде? Жетістікке жеттім. Мен ең алғаш рет оқу пунктінде үздік сарбаз болып шықтым. Ол кезде мен КВН ұйымдастырдым, спорттық іс-шаралар ұйымдастырдым, концерттер ұйымдастырдым. Сол арқылы көзге түсіп, мен оқу пунктінде үздік сарбаз болып шықтым. Ал мына жаққа келгенде мен службаға шығып сөйтіп жүрген кезде көзге түсіп, бұл жақта одно и то же ғой. Концерттер анау-мынаулар ұйымдастырып жүріп көзге түстім. Енді көреміз енді басқа не беретін. Медаль анау-мынау дегендер бар бізде. Соларды да беру мүмкін. Дәмелісің. Дәмеліміз. Саған сәттілік тілейміз. Медаль берсін деп тілейміз. Ата-анама сәлем айтқым келеді. Бұйыртса 24 күннен кейін барам. Және қызыма да сәлем айтқым келеді. Жаным. Қызым бар еді, Тоғжан есімді. Күтіп отыр ол енді. Бұйыртса туған күні алтыса сол алдына туған күнімен құттықтап қояйын телевизионда. Қызды болсын. Сол айтқым келген осы. Тоғжан сені күтіп ала ма пойыздан? Мен уверен, ол күтіп алады. Точно? Все, молодец. Сәттілік тілеймін. Әкем, анам, аман болыңыздар. Мен күтіңіздер, мен келем, Құдай қаласа. Болды. Семейге. Жағдайың жақсы ғой. Жағдайым бәрі жақсы. Сағынбаңдар. Қанша күннен кейін? Сағынбаңдар, 7 айдан кейін келеміз. 7 ай? Шыдаңдар ма? Шыдаңыздар. Бүгін сіздің сарбаздарыңызбен сұхбаттастым. Басында келген кезде тіпті үйде көрпеміз жинай алмайтын едік. Қазір көрпе жинамақты физикалық тұрғыда мықтымыз деген сияқты. Иә, қазір енді сондай уақыт қой, өзімізде де үйде ұлдар бар. Енді кішкене өзімен өзі жас балалар болған соң мынадай киім жуу, жаңағы аналарына еткен тамақ пісіру, осында келіп соны үйренеді. Үйіне барған соң әкешілер звондап жатады, рахмет айтады. Әскерге балаларын ата-аналар жіберуге қорқады, жүрексінеді. Әскери қызмет болғаннан кейін андай көп нәрселер болып жатады. Бірақ ондай нәрсе жай ғана қалада жүрген кезде де болады. Оны әскери ғана жауға болмайды деп ойлаймын мен негізінде. Ата-аналарына айтатыным, Қазақстанда енді келіп көрсін, сөз сөйлесін, жеке құрамның тұратын жерін көрсін. Ондай тәрбие жөнінде орынбасарымыз бар біздің, бөлімше бар, күнделікті психологтар бар, күнделікті жұмыс істейді сарбаздармен. Мына бір жыл үш ай болды мен командир болғаныма. Ондай бір қатты, бір жақсы жан көріптей, ондай нәрселер болған жоқ. Мен папам 68 жылғы Германияда служит еткен. Ол сол кезде сәл дедовщина болды деген сияқты айтатын еді. Қазір әскерде ондай бар ма? Жоқ. Қазір әскерде. Түбегейлі айта аласыз. Иә, сіздің әкеңіз қызмет еткен кезде ол кезде 4 призыв болады. Қазір 2 призыв. Иә. Сосын ол кезде телефон жоқ болатын. Мысалы, ол кезде менде әкем қызмет етті ғой. Басқа жақ, Монголия жақта қызмет етті.
хат келсе келеді, айына бір рет, үш айда бір рет. Телефон жоқ, қазіргі кезде телефон бар. Енді қоғамның дамуы, жаңа Қазақстанымыз бар. Біраз енді көп істейтін жұмыстар бар, енді атқарамыз. Қазіргі таңда өзіміз аузым толтырып айта аламын. Жауынгерлік бізде қызметте, әскерде сарбаздардың арасында тәртіп бұзушылық, андай жаңағы жаман болатындай, әке-шешесі жаман ойлайтындай ондай жоқ. Рухты болып шығады. Рухты болып шығады. Сарбаздарымыз жақсы. Қазақстанымыздың түпкір-түпкірінен келеді бұл жақта. Қазірдің өзінде мына Қазақстанның бәр облыстарына офицерлер барады, жеке құрамды дайындайды, осында алып келеді. Жас сарбаздар мен сізге ұсыныс қойғым келіп тұр. Мысалы, жас сарбаздар келеді ғой. Сол кезде сөйлессеңіз. Сіз жассыз ғой. Соны бір жылдан кейін келген соң до и после жасаймыз, көресіз, иә. Үйде сағынып кейде жылап алатын кездер бола ма? Неге нет, ондай болмаған. Болады ғой. Іштей сағынасың бірақ. Сыртта көрсеткенбіз. Ондай жылап неткен. Қыздарың бар ма? Как-то. Точно? Бар қазір. Күтіп жүр ма сені? Күтіп жүр. Ата-анаң қызым жоқ па? Күтіп жүрген? Жоқ, әйелім бар. Әйеліңіз бар ма? Әйеліңізге сәлем етсеңізші онда. Сізді сағынып күтіп жүрген сол кісі ғой. Қалақат сәлем саған. Әскер тек қолға қару ұстау емес, ол отанға деген жауапкершілік, әрбір сарбазға артылған жүк пен олардың жүрегіндегі адалдық. Құрметті жігіттер қауымы, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз, дендеріңізге саулық тілейміз. Аман, сау болыңыздар. Қазақ болып туылмағанда не керек, қалай барса байрақтар